Қарғыс айтқыш қатындар. Базардағы киім сататын дүңгіршекте кездесіп қалған қос құрбы балалық шақтарын еске алып тұрды. Жоғары сыныпта оқып жүргенімізде дискотекада кешігіп жатсам, шешем қолына сыпырғыш ұстап, ана қатын қайда деп жетіп келуші еді ғой. Ұлдардан жаман ұялатымын сонда. Шешелеріміз бізге қатын деп ұрсатын еді ғой, я, деп бір-бірімен өткен шақты еске түсіріп тұр. Осы кезде қасындағы құрбысы да әжесі мен шешесінен бала күнде естіген сөздерді еске алды. Бала кезде құлағымызға әбден сіңіп кеткендіктен білінбеген шығар, бірақ сол кезде естіген сөздерім неткен сұмдық еді деп бастады ол. Әжемнің неге екені белгісіз, менімен әзелік қасиеді. Қыздарынан туған балаларды жақсы көріп, ұлынан туған мені жек көріп отыратын. Мен ерке қыз едім, әжемді тыңдамасам, көктей солғыр, байың өліп, бақытың күйгір деп отыратын. Шешем де әжемнен кем қалмайтын. Ұлдарына қыршыныңнан қиылғыр, жайрағыр, жұлының үзіліп, жуадай солғыр деп отырушы еді. Ал маған айтқан сөздері тіпті де адам шошырлық. Қатын дегені қайта оның ең сыпайы сөзі болды ма деймін. Ылғи да жүзі қара, салдақы деп аузынан ақ ет кіріп, қара ет шығатын есіме түссе, әлі күнге дейін денем түршігеді. Талақ, зән талақ дейтіні тағы бар. Әлденеге жылап қалсам, мына қатынның бай өлді ме деуші еді. Бірден нағашымның үйіне барған едік. Қабырғаға сүйеніп отырып, арқама көп ақ жұқтырып алсам керек. Содан шешемнің жүзі түтігіп, мына жүзі қараның өз үйінде әк жоқтай, бүкіл әкті жұқтырып әкетіп бара жатқан несей деп, үйді басына көтермесі бар ма? Ер жеткеннен кейін тағдырым қиын болып, өмірден көп опық жедім. Өз бақытсыздығыма негізінен әжем мен шешемді кінәлаймын. Өйткені олар өздерінің былапыт ауыздарымен менің жолымды кесіп отырды-ау деп ойлаймын. Оларға мың рет періштелер әумин деп те қойған шығар. Жақсы сөз жарым ырыс деген ғой. Әжем мен шешем айтқан қарғыстар өмір жолымды кесіп тынды. Қарғысында айтқандай, күйеуім де өлді, бақытым да күйді. Әжемнің сөздерінен көңілім қалған соншалық, тіпті ол кісінің басына барып, Құран да оқығым келмейді. Адамның несінде жақсы істермен қалмай ма? Өміріме қарғысын қалдырып кеткен әжеме көңілім өлсе де жебемей қойды. Оның үстіне балағат сөз дегеніңіз қанмен беріле ме, тұқым қуалай ма білмеймін. Өзімнің де аузымнан шығып кете береді. Дәл әжем мен шешемді қайталамасам да, қатты ашуланған кездерінде сіңілім мен балаларымды орысша қазақша қатты балағаттап жіберем. Және оныма артынан қатты өкінем. Шешем болса менің өміріме кері әсерін тигізген аздай, енді менің балаларымды балағаттайтын болды. Қайыршыдан туған өңшің тексіздер, сендер адам болсаңдар мұрнымды кесіп берейін, бұлар адам болмайды деген сөздері жүйкемді әбден тоздырып бітті. Қос құрбының әңгімесі менің де есіме бала күнімде өзім куә болған әлдебір жайттарды түсірді. Біздің сыныпта Балжан деген қыз болды. Ол нағашы әжесінің бауырында өсті. Ал нағашы әжесі жас кезінде кісі өлтіріп, 10 шақты жыл түрмеде отырып келген қатыгез адам еді. Өте ашуланшақ, сырт келбеті суық болатын. Ол кісі біздің сыныптың қыздарын жек көретін. Неге десеңіз, өзінің Балжаны аса жақсы оқымады. Сыныптың арты болғандықтан өзі сияқты үлгерімі төмен оқушылармен дос болатын. Ал жақсы оқитындар бөлек жүретінді. Бұл әрине оның нағашы әжесіне ұнаған жоқ. Жиналыстарда менің Балжанымды шеттетеді деген соң, Балжанды өзімізге жақын тартуға тырысып жүретінбіз. Мереке кездері мұғалімдерден тығылып вечер жасайтын едік қой. Сауық кешіміз енді қыза берген тұста қолына таяқ ұстап, қатын немелер деп айғай салып, әлгі әже келді. Қысқасы, көңілді кешіміздің сыйқы осылай бұзылатын. Бір күні 8 наурызда бас қосатын болдық. Содан қыздар ақылдастық. Қашанға әжеден сөз естіп жүреміз. Кешіміз дұрыс өтпей қалады тағы да. Одан да Балжанға айтпай ақ қояйық осы жолды келістік. Тамаша отырыс, көңілді, ойын сауық болды. Билеп жүрміз. Бір уақытта ауызғы бөлмеде айғай-шу басталып кетті. Ер балалар Балжанның әжесі кеп қалды, қашыңдар деді. Балалардың бірі шифонердің ішіне, бірі кереуеттің астына кіріп жатыр. Мен тығылып шифонердің ішінде отырмын. Құлағыма еміс-еміс бесбай деген сөздер естіліп қалып жатыр.
Біздің сыныпта Сәкен деген баланың әкесінің аты Беспай еді. Әлгі кісі кетті-ау деген кезде шықтында Сәкенге: "Немене, Беспай деп саған ұрысты ма?" десем, ол: "Жоға, сендерге ұрсып жатыр. Менің балжанымды шақырмапсыңдар. Беспайға тиесіңдер" деп кетті қыздарға. Иә, ол әжеміздің өне бойы қарғысқа толы болатын. Қарғысы текке кетпей, сыныбымыздың қыздарының бірі тұрмысқа шықпай, енді бірі жесір қалып, немесе ажырасып, ұлдар жағы да көптеген сәтсіздіктерге душар болды. Біздің балалық шағымызды ол өзінің қарғыстарымен лайлап кетті. Мектепте әлдебір себептермен қыздар кешігіп қалар болсақ, балжанның артынан таяқ ұстай келіп, бір жеріңе ағаш тығамын деп алып кететін еді. Жалпы мен өзімнің бала күнімде бейпіл ауыз жандарды көп көрдім. Олар әсіресе балаларынан былапыт сөздерді аямайтын. Жоғарыдағы келіншектердің сөздерінің жаны бар. Балағат сөздің бала болашағына балта шабатын ақиқат. Өйткені бейпіл ауыз аналардың көбінің балаларының өмірлері сәтсіз құрылатын. Ал былапыт, балағат сөз кәдімгі қарғыс қой. Өмір бойы оны естіген баланың тағдыры соның шеңберінен аспай қалады. Сол себепті баласының бақытты болған көргісі келетін аналарға: басқаға айтсаңыз да, өз балаңызға балағат сөз айта көрмеңіз дегім келеді. Балағат сөз бақты байлайды. Әңгіме авторы Майра Жәнібек. Каналға тіркеліп, әсерлі әңгімелерімен сусындаңыздар.